Тұрар Рысқұлов атындағы нөмір 48-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мылтықбаева Гүлжан Әбдірқызы. Әдебиеттік оқу пәні 2-ші Б сынып. Сәлематсыңдар ма, құрметті менің 2-ші сынып оқушыларым. Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. 69-ші сабақ. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары. Өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу. Сабағымызды бастамас бұрын жақсы көңіл-күй орнатайық. Ендеше бәріміз бірге қосылып айтайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз. Дүниені аралап, оқып білім аламыз. Балалар, ендеше керемет көңіл-күймен сабағымызды бастайық. Балалар, төрттілікке нелер жатады? Жарайсыңдар, өте жақсы. Төрттілікке жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі жатады екен. Олардың төлдері қалай аталады екен? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Олардың төлдері құлын, бота, бұзау, қозы, лақ деп аталады екен. Ендеше төрттілікті төлдерімен сәйкестендіріңдер. Сәйкестендіріп болсаңдар, дұрыс нұсқасымен салыстырыңдар. Түйенің төлі бота екен, сиырдың төлі бұзау екен, қойдың төлі қозы екен, ешкінің төлі лақ екен, жылқының төлі құлын екен. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар, сендер де дұрыс сәйкестендірді деп ойлаймын. Балалар, қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың шешуін табу арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын болжай алатын боласыңдар. Жұмбақ, кішкене ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Жұмбақтың шешуі не екен балалар? Жұмбақтың шешуі өте жақсы, жарайсыңдар, қой екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қошақаны қойдың, қой, яғни қой малы туралы білетін боламыз. Балалар, қой қуыс мүйізділер тұқымдасына жататын, күйіс қайыратын, жұп тұяқты мал. Қой ерте дәуірде қолға үйретіле бастаған жабайы қойлар мен арқар мен муфлоннан шыққан. Ертеде діни сенімдерге орай қазақтар әр түліктің тәңірісі, иесі, қамқоршысы болады деп түсініп, түйені ойсыл қара, жылқыны қамбар ата, сиырды зеңгі баба, қойды шопан ата, ешкіні сексек ата деп кие тұтқан. Қой өте момын жануар. Қойдан жүн, ет, сүт, асық, сүйегінен сабын, терісінен түрлі бағалы киімдер, тағы басқа өнімдер алынады. Ал енді балалар, сіздерге қой туралы түсінікті болса, оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 54-ші бетін ашайық. 3-ші тапсырма. Мақал мәтелдерді түсініп оқып, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Мал өсірсең, қой өсір, өнімі оның көл көсір. Қойдың сүті қорғасын, қойды ұрған оңбасын. Мақалды қалай түсіндіңдер? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Біз қойдың терісін, жүнін, сүтін, майын өнім ретінде алады екенбіз. Қазақта малды ұруға, тебуге болмайды, киесі ұрады деген тыйым сөздер бар. Ал ендеше 4-ші тапсырманы орындайық. Халық шығармасын қой өлеңін мәнерлеп түсініп оқыңдар. Қорасында маңыраған, қозысымен жамыраған, қозысынан айрылса, қоймай ұзақ аңыраған. Аппақ қою сүті бар, ақ шағала құрты бар, ақтылы қой жануар. Осы өлең арқылы қойдың қандай пайдасы туралы әңгімелер едіңдер? Иә, дұрыс айтасыңдар, бәрекелді. Қойдың қою сүті, төлі, ақ шағала құрты екен. Қой халқымызда дәулеттің ұйытқысы. Қойдың қи тезегіне дейін береке, ол өзіне төсеніш, жерге тыңайтқыш, малшы шопандарға қысқы жазғы отын. Бір сөзбен айтқанда, қой тұнып тұрған қазына. Сондықтан да қазақ халқы қойға деген жақсы көзқарасын ән жырмен білдіріп отырған.
Ендеше балалар, сөздік қорымызды толықтырайық. Аңыраған қой мен қозының бөлінген кезі. Жамыраған қой мен қозының табысқан кезі. Сөздік қорымызды толықтырып болсақ, дәптермен жұмыс жасайық. 6-шы жаттығу. Кестеге сүйеніп, қойдың пайдасы туралы жаз. 1-ші, жүнінен жасалатын заттар. 2-ші, терісінен жасалатын заттар. 3-ші, сүтінен әзірленген тағамдарды жазыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Тірек сөздерді пайдаланып, 4 түлікті сәйкестендіріңдер. Сәйкестендіріп болсаңдар, дұрыс нұсқасымен салыстырыңдар. Ал мен оқимын. Маң-маң басқан, ол не екен? Ол түйе екен. Момын мал, ол қой екен. Мінсең қанат, сүті дәрі, ол не екен? Ол жылқы екен. 2 найзасы бар, ол сиыр екен. Тастан тасқа секірген, ол не екен балалар? Ол ешкі екен. Өте жақсы балалар, сендер де дұрыс сәйкестендірді деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабақты сендер жақсы түсінді деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді түсінгендеріңе қарай алма түстері арқылы кері байланыс жіберіңдер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар балалар.